Сәлеметсіздер ме, құрметті 9 сынып бітірушілері, сіздермен алгебрадан емтиханға дайындығымызды жалғастырамыз. 7-ші нұсқаға да келіп жеттік. Бұл видеода тек А бөлімін қарастыратын боламыз, яғни 10 тест сұрақты. Алдарыңызға сұрақтарды жауап нұсқаларымен толықтай ұсынып отырмын. Алдымен видеоны паузаға қойып тұрып, өз білімдеріңізді сынап көріңіздер. Егер бірінші нұсқадан бастап үзбей қарап келе жатқан болсаңыз, бұл жердегі біраз есептерді шығара алатындай деңгейге жеттіңіздер. Ал біз әр есептің толық шығарылуын қысқадан нұсқа қарастырып бастайық. Бірінші есеп, бөлшектің қысқартылған түрін көрсетіңіз. Екі бөлшек арасында өзара бөлу таңбасы болып тұр. Демек, бірінші бөлшекті өзгеріссіз жазып алып, екінші бөлшектің алым бөлімін өзара орын ауыстырамыз. Сонымен қатар арасындағы таңбада көбейтуге айналады. Сонымен қысқаратындар алдымен коэффициенттері 63 пен 18 өзара қысқарады 9-ға, 18-дің орнында 2, 63-дің орнында 7 қалады. Демек, алдындағы коэффициенті 2-ден 7 болды. Енді ары қарай әріптеріне қараңыз. А-ның кубы бөлінген А-ның квадраты дейді, яғни алымында А қалады. Бөлімінде С бар, Б алым бөлімінде тұр, олар өзара қысқарып кетеді. Жауап дайын. Бұл бізде С нұсқасында тұр екен. Келесі, өрнектің мәнін табыңыз дейді дәреже тақырыбына. Алдымен мына жерде қараңыздар, 3-тің 6 дәрежесі өзгеріссіз тұра тұрсын. 3-тің 4 дәрежесінің квадраты дегені дәрежені дәрежеге шығару, екеуі өзара көбейтіледі. Демек 8 дәреже болады. Ал енді алымында дәрежелер өзара көбейтіліп тұрса қосылады, ал бөліміндегі азайтылады. Негіздері бірдей. Сонымен есептейтін болсақ, қалады 3-тің квадраты. Бұл бізде нәтижесі 9-ға тең. Б нұсқасындағы жауап екен. Келесі, санның стандарт түрін анықтаңыз дейді. Енді стандарт түр деген кезде түрді жылжытамыз. 2,1 дейтін болсақ, қанша қадам жылжыттық? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 қадам алға жылжыттық. Сондықтан 10-ның 7 дәрежесі деп қоямыз. Бұл бізде міне А нұсқасында тұр екен. Келесі, бөлшекті қысқарт дейді. Алымындағы коэффициенттеріне қараңыздар. Екеуінен ортақ көбейткіш 5 болады. Ал енді әріптерінен екеуінде де x бар. Қалады 5x азайтылған 4y. Алымы бітті. Бөлімінде 16 мен 20-дан ортақ көбейткіш 4, әріптерінен екеуінен де y шықса, қалады 4y азайтылған 5x. Тең. Енді қараңыз, алым бөліміндегі жақшалар бір-біріне ұқсайды. Бірақ та мына жерде бөлімді өзара орнын ауыстырсақ, бірдей болады. Яғни, орнын ауыстырып минусын алдына шығарып жіберсек, қысқарып кете қалады, Сонда қалады 5x-тің 4y-ге қатынасы. Бұл бізде С нұсқасындағы жауап. Келесі 5-ші есеп, өрнекті ықшамдаңыз дейді. Тригонометрияға қатысты алдымен косинус 2 альфаны формуласы бойынша ашып алатын болсақ, ол екеуінің квадраттарының айырымы. Бөлімінде екеуінің қосындысы тұр. Енді алымы бізде қысқа көбейту формуласы бойынша бірінші жақшасы қосындысы, екінші жақшасы айырымы түрінде ашылады. Сонда олар қысқарып кетіп, қалады бізде тек қана олардың өзара айырымы. Бұл жауап бізде міне Д нұсқасында тұр екен. Ары қарай жалғастырайық. 6-шы есеп, арифметикалық прогрессияның 11-ші мүшесін табыңыз дейді. Яғни 11-ші мүшесі дегеніміз бірінші мүшесі мен 10-ды көбейтіндісінің қосындысы. Енді есептейік, бізде барлық мәлімет бар. 4 қосылған 10-ды 2,5-ға көбейтсек 25 болады. Қоссақ 29, бұл бізде Е нұсқасында тұр. Келесі, функциясына параллель функцияны көрсет дейді. Сызықты функция алдында коэффициенттер бірдей болса жеткілікті. Міне 4 болып тұр коэффициент. Сол нұсқаны белгілей қоямыз. Келесі, өрнектің мәнін табыңыз дейді. Енді бұның формуласын білетін шығарсыздар. Ұмытып қалғандар үшін жазып қойдым, қараңыздар. Сол бойынша бізде n дегеніміз 8 факториал, n-нен k-ны азайтсақ 4 факториал. Енді 8 факториал 4 факториалдың көмегімен жазатын болсақ 4, ары қарай 5, 6, 7, 8-дің көбейтіндісі бөліміндегі 4 факториалмен қысқартып кететін болса, осы 5, 6, 7, 8-дің көбейтіндісі бізге 1680 деген нәтижені береді. Міне С нұсқасында. Келесі 9-шы есеп, 330 градусқа сай келетін радиандық мәнін табыңыз дейді. 330 дегеніміз 360-тан 30-ға кем, Демек 2 пиден азайтамыз пи бөлінген 6-ны. Ортақ бөлім
6 болады. Демек 12-ден 1-ді азайтсақ 11 пи бөлінген 6. Міне, Д нұсқасында. Келесі түбірлері бойынша квадрат теңдеу құрыңыз дейді. Екі түбірі беріліп тұрса, қараңыздар, біз мына түрдегі келтірілген квадрат теңдеу құра аламыз. Естеріңізде болса, е? Бұл жердегі пи, q дегендеріміз не? Пи дегеніміз екі түбірдің қосындысының қарама-қарсы таңбамен алынғаны, ал q екі түбірдің өзара көбейтіндісі. Сол бойынша енді қараңыз, теңдеуіміз қалай болады? X квадрат, екеуінің қосындысының қарама-қарсы таңбада алынғаны дегеніміз минус 2x болады. Көбейтіндісі минус 3-ке тең. Квадрат теңдеуіміз дайын. Таңбаларына мән беріп тұрып, нұсқасын таңдасақ, А нұсқасында тұр екен. Құрметті білім алушылар, осымен 7-ші нұсқамыздың А бөлімінде толықтай қарастырып шықтық. Түсініксіз жерлері болса, міндетті түрде комментарийге сұрақтарыңызды қоя отырыңыздар. Барлығы түсінікті болса, видео сіздерге ұнаса, міндетті түрде лайк басамыз, каналда белсенді боламыз. Тіркеліп, осы нұсқаның Б бөлімін күтіңіздер.